Жас бала Әлидің өмірінде бір ғана өзгермейтін зат бар еді, ол әкесінің ескі қол сағаты. Қарапайым ғана, былғары белдігі сәл тозған, әйнегінде ұсақ сызаттары бар. Бірақ сол сағат Әли үшін ең қымбат дүние болатын. Өйткені оны әкесі көзі тірісінде тағып жүретін. Әли кейде сол сағатты қолына тағып алып, әкесінің орнында жүргендей сезінетін. Сағаттың салмағы оның білегіне ауырлау тиетін, бірақ ол оны ешқашан шешкісі келмейтін. Әсіресе жалғыз қалған сәттерде ол сағатты құлағына тақап, ішіндегі тетіктердің баяу дыбысын тыңдайтын. Тик-так, тик-так. Бұл дыбыс оған әкесінің жүрек соғысы сияқты естілетін. Бірақ бір күн бәрін өзгертті. Сол күннен бастап сағат жүрмей қалды. Әли оны алғаш байқағанда сенбей ұзақ қарап отырды. Сағаттың тілі бір ғана уақытты көрсетіп қатып қалғандай. Ол сағатты сілкіп көрді, бұрап көрді, тіпті бірнеше рет қолымен соғып та алды, бірақ ештеңе өзгермеді. Анашым, деді ол баяу ғана. Сағат неге жүрмей қалды? Анасы бір сәт үнсіз қалды. Оның көзі бірден сағатқа түсті. Сол сәтте оның жүзінде бір түрлі мұң пайда болды. Оны шешіп қой, балам, деді анасы жай ғана. Бірақ мен оны жөндеткім келеді, деді Әли. Анасы басын шайқады. Жоқ, неге? Әлидің дауысы сәл дірілдеп шықты. Ол түсінбей тұрды. Бұл жай ғана сағат қой. Неге оны жөндетуге болмайды? Анасы терең дем алып орындыққа отырды. Біраз уақыт үнсіз отырды да ақырында сөйледі. Бұл сағат сенің әкең қайтыс болған сәтте тоқтады. Үй іші бірден тып-тыныш болып кетті. Әлидің жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. Яғни дәл сол уақытта ма? Деп сұрады ол сыбырлап. Анасы басын изеді. Сол сәт біздің соңғы бірге болған уақытымыз, деді ол көзін төмен түсіріп. Мен оны өзгерткім келмейді. Әли ештеңе демеді. Оның кішкентай санасы бұл сөздерді толық түсінбесе де, жүрегі ауыр бір нәрсені сезді. Ол сағатқа тағы бір рет қарады. Тоқтап тұрған тілдер, қатып қалған уақыт. Сол сәт мәңгілікке сақталғандай. Сол түні Әли ұйықтай алмады. Ол төсегінде жатып сағатты қолына қысып ұстап жатты. Бір сұрақ қайта-қайта ойына келе берді. Егер уақытты қайта жүргізуге болса ше? Ол көзін жұмып әкесін елестетті. Күліп тұрғанын, қолынан ұстап жүргенін, бәрі жақсы болады деп айтқанын. Сол кезде Әлидің ішінде бір шешім пайда болды. Ол сағатты бәрібір жөндетеді. Қалай болса да, өйткені ол үшін бұл жай ғана естелік емес еді. Бұл уақытты қайта тірілтуге болатын соңғы мүмкіндік сияқты көрінді. Келесі күннен бастап Әлидің ойы тек бір нәрсеге ғана байланып қалды: сағатты қайта жүргізу. Анасының айтқан сөзі оның жүрегінде жаңғырып тұрса да, ол оны түсінгісі келмеді. Уақытты сол күйі қалдыру керек деген ой оған әділетсіз болып көрінді. Егер сағат қайта жүрсе, бәрі бұрынғыдай болатындай сезілді. Мектепте де ол бұрынғыдай емес еді. Мұғалімнің айтқанын тыңдағандай болып отырғанымен, ойы әлдеқашан басқа жақта жүретін. Дәптерінің шетіне ол қайта-қайта бірдей сурет сала берді: дөңгелек сағат және қозғалып тұрған тілдер. Сабақтан кейін ол үйге асықпай, басқа бағытқа бұрылды. Қала шетінде кішкентай ғана ескі шеберхана бар еді. Әли оны бұрын әкесімен бірге өткенде көрген. Сол кезде әкесі нағыз шеберлер осындай жерлерде отырады деген еді. Сол сөз Әлидің есінде қалып қойған. Шеберхананың есігі сықырлап ашылды. Ішінен ескі ағаштың, темірдің және уақыттың иісі сезілді. Қабырғада түрлі сағаттар ілулі тұр: үлкен қабырға сағаттары, кішкентай қалта сағаттары, сынған, тоқтаған, кейбірі баяу ғана жүріп тұрған. Біреу бар ма? Деді Әли абайлап. Терең жақтан баяу қадам дыбысы естілді. Сәлден кейін жасы үлкен, көзі өткір бір қарт адам шықты. Бармын, деді ол жай ғана. Не керек? Әли қолындағы сағатты қысып ұстап тұрды. Бір сәтке ол анасының сөзін есіне түсірді. Бірақ кейін батылданып алға шықты. Осыны жөндеп бере аласыз ба? Қарт сағатты қолына алды. Ұзақ қарады. Әйнегіне, белдігіне, тіпті артқы қақпағына дейін мұқият тексерді.
Оның жүзі бірден өзгерді, таңданыс па, әлде бір түрлі мазасыздық па, түсініксіз еді. Бұл сағат, деді ол баяу ғана. Қашаннан бері тоқтап тұр? Әкем қайтыс болған күннен бастап, деді Әли. Шебер үнсіз қалды. Ол сағатты құлағына жақындатып тыңдады, сосын жайлап үстелге қойды. Кейбір сағаттарды жөндеуге болмайды, деді ол ауыр күрсініп. Неге? Деп бірден сұрады Әли. Ол сынған жоқ қой. Жай ғана тоқтап қалды. Қарт оның көзіне тіке қарады. Сен шынымен оның қайда жүргенін қалайсың ба? Әли еш ойланбастан басын изеді. Иә. Онда сен бір нәрсені түсінуің керек, деді шебер. Кейде уақыт тек алға ғана жүреді. Ал кейбір сәттер әдейі тоқтап қалады. Бірақ мен оны қайтадан қозғалтқым келеді, деді Әлидің дауысы дірілдеп. Мен бәрі бұрынғыдай болғанын қалаймын. Шебер біраз үнсіз отырды. Сосын терең дем алып, орнынан тұрды. Жарайды, деді ол ақырында. Мен қарап көремін. Бірақ бір шарт бар. Қандай? Егер сағат жүрі бастаса, сенің өміріңде де бір нәрсе өзгереді. Әли түсінбеді. Қалай? Қарт жай ғана иығын көтерді. Оны ешкім алдын ала білмейді. Бөлме іші бір сәт суып кеткендей болды. Сағаттарда бұрынғыдан баяу соғып тұрғандай сезілді. Әли бір сәт ойланып қалды. Бірақ кейін, маған бәрібір, деді ол. Тек оны жөндеп беріңізші. Шебер басын изеді. Онда қалдыр. Әли сағатты үстелге қойды. Қолынан босатқан сәтте ол бір нәрсені жоғалтқандай болды. Бірақ артқа шегінуге кешеді. Ол есіктен шығып бара жатқанда шебердің соңғы сөзін естіді. Кейде тоқтап қалған уақыт сені қорғап тұрған болуы мүмкін. Әли тоқтап қалды. Бірақ артына бұрылмады. Әли сол түні өзін ерекше жеңіл сезініп үйіне қайтты. Ішінде бір үміт пайда болды, ертең бәрі өзгереді. Сағат қайта жүрсе, мүмкін өмірде өзгелердей қалыпты күйге түсетін шығар. Әкесі жоқ болса да, оның ізі қайта тірілетіндей сезілді. Бірақ үйге кірген сәтте бір түрлі нәрсені байқады. Үй іші әдеттегідей емес еді. Анасы ас үйде отыр. Бірақ ол Әлиге бұрынғыдай жылы. Көзі бір түрлі бос, әлде шаршаған сияқты. Келдің бе, деді ол жай ғана. Иә, деді Әли абайлап. Анашым, сізге не болды? Ештеңе, деді анасы қысқа ғана. Әли үнсіз қалды. Оның ішінде бір белгісіз қорқыныш пайда болды. Бірақ ол оны нақты түсіндіре алмады. Сол түні ол тағы да ұйықтай алмады. Бірақ бұл жолы себебі басқа еді. Түн ортасында ол бір дыбыстан оянып кетті. Тик-так, тик-так. Әли бірден орнынан атып тұрды. Бұл дыбыс. Бұл дәл сол дыбыс еді. Сағаттың дыбысы. Ол бір сәтке қатып қалды. Жүрегі қатты соғып кетті. Бұл мүмкін емес еді, сағат шеберханада қалған. Тик-так. Дыбыс оның бөлмесінен емес, дәліз жақтан естіліп тұр. Әли жайлап есікті ашты. Дәліз қараңғы. Бірақ дыбыс анық. Ол дыбысқа қарай баяу жүрді. Ас үйдің есігі сәл ашық тұр. Іштен әлсіз жарық көрінеді. Әли есікті итеріп ашты. Сол сәтте оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Үстелде сол сағат жатыр. Әкесінің сағаты. Және ол жүріп тұр. Тик-так, тик-так. Бұл қалай? Деп сыбырлады Әли. Сен оны жөндеттің бе? Дауысты естігенде Әли селк ете түсті. Анасы артында тұр екен. Бірақ бір түрлі нәрсе бар еді. Оның дауысы бұрынғыдай емес. Суық, бөгде сияқты. Анашым мен, деп Әли сөзін таба алмай қалды. Анасы сағатқа қарады. Оның көзі бір сәтке үлкейіп кетті. Жоқ, деді ол сыбырлап. Жоқ, бұл болмауы керек еді. Сол сәтте сағаттың тілі бірден жылдам қозғала бастады. Тик-так, тик-так, тик-так. Дыбыс күшейді. Уақыт қалыпты емес, тез өтіп жатқандай. Әли айналасына қарады. Қабырғадағы суреттер өзгеріп жатыр. Бір суретте ол кішкентай. Келесіде әкесі бар. Тағы бірінде жоқ. Барлығы араласып кеткендей. Тоқтат оны, деді анасы айқайлап. Әли, тоқтат.
Қалай? Деді Әли қорқып. Сол сәтте ол шебердің сөзін есіне түсірді. Егер сағат жүре бастаса, сенің өміріңде де бір нәрсе өзгереді. Бірақ бұл жай ғана өзгеріс емес еді. Бұл шындықтың өзі өзгеріп жатқандай. Анасы кенет әлсіреп орындыққа отыра кетті. Мен есіме түсіре алмай жатырмын, деді ол басын ұстап. Әкең ол қалай, қай кезде? Оның дауысы үзіліп кетті. Әлидің жүрегі мұздап кетті. Сағат тек уақыт емес, естеліктерді де өзгертіп жатыр. Тик-так, тик-так. Әли сағатқа жақындады. Қолын созды. Бірақ дәл сол сәтте ол әкесінің дауысын естіді. Әли қатып қалды. Бұл дауысты ол ешқашан шатастырмайтын. Әке. Сағаттың әйнегінде әлсіз бейне пайда болды. Әкесі күлімсіреп тұр. Балам, деді ол жұмсақ дауыспен. Кейбір сәттерді өзгертуге болмайды. Бірақ мен сізді қайтарғым келеді, деді Әлидің көзіне жас толып. Мен бәрін бұрынғыдай еткім келеді. Әкесі басын баяу шайқады. Егер сен уақытты бұзсаң, сен мені емес, бәрін жоғалтасың. Сағаттың тілі одан сайын жылдам айнала бастады. Бөлме бұлыңғырланып кетті. Анасының бейнесі бір сәтке жоғалып қайта пайда болды. Әли, деді оның дауысы әлсіреп. Әли не істерін білмеді. Бірақ бір нәрсе анық болды. Бұл сағат жөнделмеуі керек еді. Сағаттың тілі есі жылдамдықпен айналып жатты. Тик-так, тик-так, тик-так. Дыбыс енді жай ғана дыбыс емес еді. Ол бүкіл үйді жарып жіберердей қатты, ауыр, қысылды. Әли сағатқа қарай жақындады, бірақ әр қадамы ауырлап кеткендей болды. Ауа қоюланып, тыныс алу қиындады. Анасының бейнесі көз алдында бұлдырап тұр. Бір сәтте ол бар, келесі сәтте жоқ. Әли деген әлсіз дауыс қайта естілді. Ұмытпа біз. Дауысы жоғалып кетті. Жоқ, деп айқайлады Әли. Ол сағатты екі қолымен ұстап алды. Сағат күйіп тұрғандай ыстық еді. Бірақ ол жібермеді. Сағаттың әйнегінде әкесінің бейнесі тағы да көрінді. Бұл жолы анық. Балам, деді ол тыныш, бірақ нық дауыспен. Таңдау уақыты келді. Мен сізді жоғалтқым келмейді, деді Әли жылап. Сен мені жоғалтқан жоқсың, деді әкесі. Мен сенің есіңде бармын. Сенің жүрегіңдемін. Бірақ бұл жеткіліксіз, деді Әли. Мен сізді қайта көргім келеді, сөйлескім келеді. Әкесі оған ұзақ қарады. Көзінде мұң да, мейірім де бар еді. Егер сен осыны жалғастырсаң, сен тек мен емес, анаңды да жоғалтасың. Тіпті өзіңді де. Әлидің қолы дірілдеп кетті. Ол анасына қарады. Анасы әлсіреп орындықта отыр. Бейнесі бірде анық, бірде көмескі. Көзінде қорқыныш пен үміт қатар тұр. Сол сәтте Әли бәрін түсінді. Бұл сағат өткенді қайтармайды. Ол тек бәрін жойып жібереді. Тик-так, тик-так. Уақыт әлі де жүгіріп барады. Не істеуім керек? Деп сыбырлады Әли. Әкесі жай ғана жауап берді. Оны тоқтат. Әли көзін жұмды. Қолындағы сағатты қатты қысты. Сосын бар күшімен жерге лақтырып жіберді. Шат. Сағат бөлшектеніп кетті. Дыбыс бірден тоқтады. Тыныштық. Ауыр, терең тыныштық. Әли көзін ашты. Бөлме қайтадан қалыпты. Қабырғалар орнында. Суреттер өзгермеген. Анасы орнында отыр. Бұл жолы анық. Шынайы. Әли, деді ол баяу. Әли бірден жүгіріп барып, оны құшақтап алды. Анашым. Ол қатты жылап жіберді. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, жеңілденгеннен. Анасы да оны құшақтап басынан сипады. Бәрі жақсы, деді ол сыбырлап. Бірнеше минуттан кейін Әли еденге қарады. Сағаттың сынықтары шашылып жатыр. Тілдері қозғалыссыз. Бірақ бұл жолы бұл дұрыс сияқты сезілді. Әли жайлап сынықтардың бірін қолына алды. Ол енді сағат емес, жай ғана естелік. Бірақ тірі естелік. Кейбір сәттер, деді Әли ақырын. Сол күйінде қалғаны дұрыс екен.
Анасы оған қарады да басын изеді. Терезеден түскен жарық бөлмені жылтып тұрды. Уақыт қайта жүріп жатыр. Бірақ бұл жолы дұрыс бағытта